Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздерге өте керемет үлпілдек ауызда еритін бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге қажет заттар: 200 грамм сүт қажет, жылы сүт, ашытқы қажет, бөлме температурасындағы сары май қажет, бір жұмыртқа қажет, тұз, шекер қажет, қалауыңызша ұн қажет. Яғни біздің негізгі қамырымыз жұмсақ болу қажет. Ең алдымен 100 граммдай сүтімізді құйып аламыз ыдысымызға. Шекерімізді, тұзымызды, ашытқымызды салып, осындай аз мөлшерде, шамалы менің қамырым аз илеп жатырмын, сол үшін азырақ қосып жатырмын. Ашытқын осылай араластырып, сары майымыздың жартысын қосамыз. Араластырамыз майымыз ергенше. Яғни біз ашытқы жасап аламыз. Үстін 15 минутта жауып қоямыз. Кішкене көтеріледі сұйықтығымыз. Сол кезде қамырымызды илей бастаймыз. Қазір мен 15 минутқа қойып қоямын, бетін жауып. Мінекей жаңа 15 минутқа қойып қойған ашытқымыз кішкене көтерілді. Енді үстіне қалған сүтімізді құямыз. Жылы су құямыз. 200 грамм жұмыртқамызды саламыз. Қалған майымызды салып, негізі жұмыртқа қамырдың жұмсақ болуын сақтайды екен құрамында. Сол үшін жұмыртқаның көбірек болғаны қамырға жұмсақтылық береді. Енді қалған ұнды азысын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Кішкене қасықтың көмегімен араластырып алайын. Май ергенше. Бәрін бірден салмаймыз ұнды, себебі қамырымыз қатты болып қалады. Негізі бауырсағыңыз жұмсақ болу үшін қамырымызды жұмсақ илену қажет. Қалған құмын шығарыз. Мінекей достар, қамырымыз осылай жұмсақ болып шықты. Енді бұны 1 сағатқа бетін жауып орап қоямыз жылы жерге. Қамырымызды ашыды, мінекей. Екі бөлікке бөліп жайып аламыз. Енді осындай 2 жола шықты. Қазір астығын сеуіп, жайып аламыз. Мінекей қамырымызды осылай дөңгелек шиырып жайып алдық. Мен осындай бокалды қолдандым, домалақ кесу үшін. Өз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Мен осылай домалақ кесіп алдым. Бауырсақтарды жайып, осылай дөңгелек қылып кесіп қойдым. Енді 10-15 минуттай бетін жауып қоям, кішкене көтерілсін. Мінекей майымыз қызды, енді бауырсақтарымызды сала бастаймыз.
Екінші бетінде қызарып жақсылап пісіріп аламыз. Мінекей бауырсақтарымыз пісіп шықты. Өте әдемі. Міне арасы жұмсақ, дәмді. Істеп көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.